Баршаңызға сәлем. Бүгін жылдам дайын болатын, әрі өте дәмді болып шығатын салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен шұжығымызды ұзынша етіп, осылай соломкалап турап аламыз. Одан кейін қиярларымызды да соломка етіп турап аламыз. Менің жаңадан шығатын видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Одан кейін екі қызанағымызды да соломка етіп турап шығамыз. Одан кейін жұмыртқамызды да ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Бәрін бір ыдысқа салып, майонез немесе қаймақтың 20% түрімен араластырып аламыз. Салатымыз өте дәмді, әрі жылдам дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне біздің салатымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз.